Ассалаумағалейкум, тарих сүйер қауым. Бүгінгі әңгімеміз Тайлақ батыр. Тайлақ батыр қазақтың басына күн түскен кезде, яғни жоңғар шапқыншылық кезіндегі ерліктері. Тайлақ батыр кіші жүзден шыққан батыр. Әбілқайыр сұлтанмен бала кезінен бірге ойнап өскен, жетірудан руы жағалбайлы болып келеді. 1715 жылдан бастап 1726 жылға дейін созылған жоңғар қонтайшыларының елімізге, халқымызға салған ойран қырған ортасында шыңдалған Тайлақ батыр халқымыздың арқа сүйер арысына айналды. Тайлақ батырдың жас кезінде Әбілқайыр хан Аңырақай шайқастағы қол бастаса, сол артқа сенер батырларының ең басқы шебінде тұратын осы Тайлақ батыр болады. Тарихтан белгілі халық сарбаздары батырлар жанына топталады. Солардың үміт күті табындарды бастаған Бөгенбай батыр, тамаларды бастаған Есет батыр, жағалбайларды бастаған Сәрке батыр, жалпы жетірудың барлық батырлары Тайлақ батырдың арқа сүйер күші болады. Батырлығы мен қолбасшылығымен сай ақылы, алғырлығы Тайлақтың басқа ру басшыларының алдындағы абыройы мықты екенін көрсетті. Кіші жүздің әскері жоңғар мен еділ бойындағы қалмақтарды қосып кетсе, қазақтың шырылдаған және шегіне жететінін білді. Тез қимылдап бар күшін алға салып, жем, елек, қобда бойындағы қалмақтардан босатып, жайықты екінші бетіне қуып шықты. Ұлы таудың басында жиналмаста бұрын кіші жүздің әскерінің басшысы болған, сол жүрген жерде жеңістің туы тігілген аңғарып отыр. Бұған қосымша ұлы жүздің атақты батыры Аңырақай соғысында ұлы жүз әскерінің қолбасшысы болған Саурық батыр мен Тайлақ батыр нағашы жиенді екені анықталды. Халық аузында Саурық Тайлыққа жиен деген әңгіме бар. Сол дұрыс па деп ойлаймын. Бұл жаудың бетін ойсырата қайтара шайқас 1724-1726 жылдары болған. Жаңғыртқан шулы хабарымен ұлы жүзді Саурық батыр барып көтереді. Орта жүзді атағы белгілі Қанжығалы Бөгенбай батыр топтасады, ал Тайлақ батыр кіші жүзден қол жинап дайындыққа кіріседі. Қазақ дабыл қағып қару көтеретін ер адамдардың барлығы Ұлытаудың баурайына жиналады. Жан жиналғанда қазанның тұшпағына таласпай, сұлтандар мен билер тіпті тудың тұтқасына да мен ұстаймын деп дыбыс шығармайды. Ұлы жүз қолбасының бас сардары Саурық батыр, орта жүз қолының бас қолбасшысы Бөгенбай, кіші жүз қолбасының бас сардары Тайлақ батыр орта ашып, ағайынның аманатын жерге қалдырмас тұқым төберім мен арыма алашқа, қаным қазаққа деп ант етіп, су ішіп, құран ұстап ант берісті. Әуел заттармен құрып кетейін, барлық қазақ қауымы басшы болып кіші жүздің ханы Әбілқайырды сайлайды. Кіші жүз ханы Әбілқайыр орыс патшасының елшісі шығуына байланысты өз ордасын Ырғыз өзенінің маңындағы Майтөбе деген жерге орналастырып, жетірудың мықтыларын қасына топтастырады. Ал жоңғарлар өз жөніне кете қоймай, басқалар тарқарғанмен кіші жүз Тайлақ батыр мен Әбілқайыр ханның інісі Бұлғайыр сұлтанның бастаған 70 мың қолы ұлт азаттық соғысы әрі жалғастырады. Тайлақ батыр кім? Жетіру шежіресі былай көрсетілген. Тайлақ аты алты алашқа белгі кіші жүздің төбе биі, Шеген бидің 4-ші ұрпағы, аты-аңызға айналып бүкіл жалпақ жағалбайлы еліне ұран бойлаған Малтау батырдың немересі Тайлақ батыр. Тайлақ Мәтеұлы деп жазылған. Мамыр бабамыз Шеген би сияқты қазақтың атақты сұңқар шөбересі екенін ескерсек, жастайынан тәрбие алып, білімнің ордасына өскен Мамыр бабамыз билік құрып, Мәті би атануына шек келтіруіне болмайды. Батырдың өміріне өткен жылы туралы дәл дерек жоқ, ұрпақтарын қалыптасуына тауып зерттеуге болады. Bir аңызда ыңғайлы кезген аз әскермен қалған Тайлақ батыр көп адаммен қоршаған жоңғарлар батырлары көзін жойғысы келіп амалын жасайды. Бұл амалдарда толық іске аспай, жараланған батырды қазақ сарбаздары кейін алып шығып еліне жеткізген екен дейді. Міне осыдан болу керек. Әбілқайыр хан орыс патшасымен бірнеше рет шартқа отырғанда, бірде-бір құжатта ханның ең жақын досы, елдің маңдайына біткен атақты батыр Тайлақ жоқ. Одан соң болған қалмақтармен, қазақтармен және басқалармен соғыстарда да Тайлақтың болмауы айтылған бір аңыздарда. Еліміздің ірге сөгілмеуге бар өмірін қиған, аяғын тұрғаннан көзін жұмғанша халқымыздың бостандығы үшін, қазақтың жоқ болып кетпеу үшін соғыс өртінің ортасында жүрген Тайлақ бабамыз Батыс Қазақстан облысы Сырым ауданына қарасты Жамбыл ауылының жанында ескі қорымда төбешікте жатыр.